Абай Құнанбайұлы 13-ші қара сөзі. Иман деген Алла Тәбәрәкқа уә тағаланың шәріксіз, ғайыпсыз бірлігіне, барлығына, уә хәр неге бізге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәләм арқылы жіберген жарлығына білдіргеніне мойынсұнып инанбақ. Енді бұл иман дерлік инануға екі түрлі нәрсе керек. Әуелі не нәрсеге иман келтірсе, соның хақтығына, ақылы бірлән дәлел жүргізерлік болып, ақылы дәлел испат қыларға жараса, мұны яки не иман десек керек. Екінші, кітаптан оқу бірлән яки молдалардан есту бірлән иман келтіріп, сол иман келтірген нәрсесіне соншалық беріктік керек. Біреу өлтіремін деп қорқытса да, мың кісі мың түрлі іс көрсетсе де, соған айнып, көңілі қозғалмастай берік боларға керек. Бұл иманды иман тақлиди дейміз. Енді мұнда иман сақтауға қорықпас жүрек, айнымас көңіл, босанбас буын керек екен. Яки не иманы бар деуге ғылымы жоқ, тақлиди иманы бар деуге беріктігі жоқ. Я алдағанға, я азғырғанға, я бір пайдаланғанға қарап, ақты қара деп, я қараны ақ деп, я өтірікті шын деп ант ететұғын кісіні не дейміз? Құдай тағала өзі сақтасын. Уа әрнешік білмек керек. Жоғарғы жазылмыс екі түрліден басқа иман жоқ. Иманға қарсы келерлік орынды ешбір пенде Құдай тағала кеңшілігі мен кешеді дағы демессің. Аның үшін Құдай тағаланың ғафуына, яки пайғамбарымыздың шафағатына сыймайды. Уа, мүмкін де емес. Қылыш арасында сет жоқ деген жалған мақалды қуат көрген мұндай пенденің жүзі құрысын.